черт, терпила, западло, по понятиям, базар жоқ деген сөздер бізге қазақ қоғамына қайдан келді? Және неге осы блатной түсініктер мен сөздерді әлі де қолданып келеміз? Неге біз көшеде біреумен абайсыздықта қағысып қалсақ, адамша ғафу етіңіз, байқамай қалдым деп айтудың орнына бірден жаға жыртысуға дайын тұрамыз? Әйтпесе бұндай мінез қазақшылыққа да, мұсылманшылыққа да жатпайды ғой. Әлде бұл да осы блатнойлардан қалған әдетіміз ба? Мысалы, мен бала кезінде неге біз қазақтар өз мәдениетіміз, ағалы інілік қарым-қатынас дәстүрі бола тұра, орыстың блатной түсініктерін діліміздің, тіпті дініміздің ұстанымдарынан артық көруіміз керек деп ойлайтынмын. Егер бұл сұрақ сізге де өзекті болса, тәттілеріңізді әзірлеп, бізді мұқият тыңдауға дайын болыңыздар. Егер сіз де бала кезіңізде греф жинап, по понятиям жүрсеңіз, бұл видео сізге қызықты болары сөзсіз. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Ендеше, блатной мәдениет, кеттік. Негізі, біз білетін қазіргі блатной мәдениет өткен ғасырдың 30-40 жылдары Иосиф Джугашвили деген мұртты диктатор құрған ГУЛАГ деп аталатын лагерлер желісінде пайда болады. Миллиондаған адамның тағдырын талқандаған ГУЛАГ абақтылары жай түрмеге қарағанда әлде қайда қатаң тәртіппен ерекшеленетін зоналар желісі болатын. Себебі лагерге қамалғандар жай ғана камерада отырмай, ауыр қара жұмысқа жегілетін. Сол кезде ГУЛАГтың қатыгез лагерлік жағдайында қылмыстық әлемнің төрелері әйгілі воры в законе пайда болады. Олардың пайда болуын әдетте былай түсіндіреді. Бір жағынан халқының оннан бірін түрмеге тыққан кеңес үкіметінің аяусыз билігіне бағынбай төтеп беру үшін түрмешілер өзара ұйымдасып қылмыстық әлемнің элитасын қалыптастырады. Екінші жағынан, жылдан жылға лагерь тұрғындарының саны артқан сайын оларды тиімді басқарып, түрмелік еңбек тәртібін қатаң сақтау үшін кеңес билігіне түрме күзетшілерінен бөлек қамалғандардың арасында сөз өтетін авторитеттер керек болады. Яғни ұрылардың пайда болуы екі жаққа да тиімді болған деседі. Қалай болғанда да сол кезден бастап кеңес үкіметінің ресми билігімен қатар ГУЛАГтың лагерлерінде қылмыстық биліктің формасымен әйгілі понятиялар, яғни түрмелік түсініктер мен заңдар қалыптаса бастайды. Бастапқыда тек лагерлер ішінде ғана жүретін блатной түсініктер 1953 жылдан бастап жаппай халыққа тарала бастайды. Себебі 53 жылдың салқын көктемінде қатыгез диктатор Сталин қайтыс болып, қуғын сүргіннен шаршаған кеңес елінде саяси өзгерістер кезеңі басталады. Іс жүзінде билікті қолына алған НКВД-ның көсемі Лаврентий Берия өзін реформатор ретінде танытпақ болып, 1.200.000 тұтқынға амнистия жариялап, бостандыққа шығарады. Ал соншама босатылған адам қарапайым халықтың арасына бармағанда қайда барады? Өкінішке орай, сол жылы бүкіл кеңес одағында қылмыстық жағдай күрт нашарлап кетеді. Себебі сталиндік репрессиялардың кесірінен әділетсіз сотталған адамдармен қатар шынайы қылмыскерлер де бостандыққа шығады. Жылдар бойы қамалған қапасынан құтылып, еркіндікке масайраған қылмыскерлер әбден есіріп білген істейді. Тонау, зорлау, қорлау, керек болса өлтіру бәрін де істейді. Қарапайым халыққа жай көшеге шығудың өзі үлкен сынаққа айналады. Сондықтан босатылғандардың бір бөлігі үйсіз, күйсіз, жұмыссыз болғандықтан еркіндіктегі жаңа өмірге бейімделе алмай, үйренген қылмыстық кәсібіне оралып, көп замай қайтадан түрмеге отырады. Дегенмен, амнистия алғандардың басым көпшілігі әйтеуір үйтіп жаңа өмірге, жаңа қоғамға сіңісіп кетеді. Алайда олар сол қоғамға жай келмей, түрмеде көріп бойына сіңірген блатной мәдениетінде өзімен бірге алып келеді. Осылайша, сол кезден бастап блатные понятия, яғни абақтылық түсініктер, дворовые понятия, яғни көшелік түсініктерге айналып, әлемнің ең үлкен мемлекетінің қалаларында әбден сіңіп, әлі күнге дейін әртүрлі деңгейде ұстанылып келеді. Жоғарыда айтылған нәрселерден бір нақты түйін жасауға болады. Сонау түрмеде бастау алған блатной мәдениет қазаққа мүлдем жат дүние. Керек десеңіз, қазақ таласында орыстарға дейін түрме ұғымы да болмаған. Ендеше бұл мәдениетті ұстану бізге қаншалықты қажет? Қазір елімізде ұлттық болмысымызға оралу процесі жүріп жатыр. Ұлттық нақыштағы киімдеріміз, киномыз, музыкамыз, Құдайға шүкір, бәрі де дамып жатыр. Әрине, ас адамның арқауы болғандықтан ұлттық дәмханаларым жайлы айтпасқа болмас. Жақында ғана Алматы қаласында етті тек шоқтап пісіретін Биномат ет үй мейрамханасы ашылды. Биноматқа кіре салысымен ауылдағы қыстақ атмосферасына бірден сүңгіп кетесіз. Бәрі таныс, бәрі жаныңа жақын. Тіпті дәрет алуға арналған бөлмеде ешкімнің аларған көзіне ілікпей, аяғыңызды емін-еркін жуып, кең әрі жайлы намазханасында құлшылығыңызды орындай аласыз.
Бірақ әлбетте биноматтың ең басты ерекшелігі етте. Біріншіден, бұл жерде еттің дәмін толық ашу үшін оны тек шоқта пісіреді. Екіншіден, малды жіліктемей тұтастай сатып алғандықтан сүйікті стейктеріңіз бен кебабтарыңыздың бағасы өте төмен. Ол аз болғандай, биномат сіздерге әр тапсырысыңыздан 30% кэшбэк береді. Биноматтың осы және тағы да басқа ерекшеліктерін Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі 250А адресіне келіп, өз көзіңізбен көріңіздер. Төменде туги сілтемесі бар. Биноматта көріскенше. Әлбетте, Карлаг, Степлаг, Алжир секілді гулактың көптеген лагерлері Қазақстанда орналасқандықтан, бұл тарихи құбылыстар біздің елді айналып өтпейді. Осы кезден бастап Западло, Фраер, Шухер, Халява, Греф деген сөздермен жалпы блатной мәдениет музыка мен кино арқылы қарапайым халыққа терең сіңе бастайды. Одан қалды, түрмеден кеше ғана шыққан братандар көбінесе жұмыс таба алмай, қолы бос болғандықтан, жастарды айналасына жинап алып, оларға по понятиям қалай өмір сүру керектігін түсіндіріп, ата-анасымен коммунистік партиядан бөлек өзінше тәрбие бере бастайды. Әлбетте, реальный өмірді көрген бұрынғы зэктер жастарға өте тартымды әрі қызықты көрініп, оларға тартылатын. Көбінесе ондай жастар сол көшенің ең абыройлысы мен бұзақысы болатын. Ондай жігіттер өз көшесінде немесе ауласында билігін жүргізіп, керек болса өзге районның жігіттерімен төбелесіп, намысын жыртатын. Одан қалды, орай кеп жатса, ұрлық, гоп-стоп, бопсалау сынды түрлі қылмыстарға барып, түскен табысының бір бөлігін зонадағы братваға греф ретінде жіберіп отырады. Жалпы кеңес одағы кезінде воровской закон, яғни ұрылардың заңнамасы мемлекеттің заңымен қатар жүріп, түрме ішінде де, бостандықта да қылмыстық өмірді реттеп, тәртіп бұзушы беспределщиктерді жазалап, тізгіндеп отыратын. Сексенінші жылдары басталған перестройка мен кеңес одағының ыдырауына байланысты саяси өзгерістер қылмыстық әлемінде түрлендіреді. Блатной ұғымдары артта қалып, оның орнына қара күш пен зорлықтың дәуірі басталады. Түрмеде ешқашан отырып көрмеген көшенің білекті спортсмен жігіттері менттермен мәміле құрмау, қара халықтан ақша сындырмау, үйленбеу, есірткімен айналыспау секілді жылдар бойы ұстанылып келген блатнойлардың заңдарын аяқ асты қылып білген істейді. Сондықтан бұл уақытты беспредел, яғни шек жоқ, тәртіпсіздік кезеңі деп атайды. Дегенмен, ұрылардың заңнамасы жаппай бұзылғанымен толық жойылып кетпейді. Қайта керісінше түрленіп, жаңа заманға икемделіп, жалғасын табады. Себебі мемлекеттің заңы жүрмейтін қоғамда өзара мәміле құру үшін адамдарға бәрібірде сүйенетін бір тәртіп ережесі керек қой. Мысалға, сұрақтарды шешетін сол кездегі авторитеттер блатной түсініктерге сәйкес өмір сүрмесе де, ол түсініктерді өзіне тиімді болғанда қолдана беретін. Ал басқа жағдайда қара күш пен зорлыққа салып, әйтеуір өзінікін дұрыс қылады. Яғни 90-шы жылдары байырғы блатной түсініктер қылмыскерлер арасында нақты қатаң заң болудан қалып, қарсыласын сескендіру үшін немесе өзін абыройлы бандит етіп көрсету үшін көбінесе сыртқы форма, стиль, фонт ретінде қолданылатын. Одан бөлек беспределдің хаосынан әбден шаршаған қарапайым халық қандай да болсын тәртіп пен әділдікті сол бандиттерге жүгініп іздейтін. Себебі сатылып кеткен милиция, прокуратура, соттан еш қайран болмайтын. Осылайша Баха фестиваль, Рыжий алмас секілді абыройлы жігіттер сол заманның батырларына айналады. Тіпті олар қазақтың намысын өзге ұлттар алдында қорғаған деген деректер де халық арасында кеңінен тарайды. Осылайша блатной мәдениет 90-шы жылдары түрленіп, халықтың санасына әбден сіңіп, жалғасын тауып келеді. Ал 2000 жылдарға таяу дағдарыстан есеңгіреген мемлекетіміз есін жиып, елдегі криминалды белсенді түрде тұсаулауға кіріседі. Ай сайын, тіпті кей кездері апта сайын танымал бандиттер мен ұйымдасқан қылмыстық топтар сотталып, олардың заңсыз бизнестері мен мүлкі тәркіленіп, жабылып жатты. Мемлекеттің күшейіп, тәртіптің орнатылып жатқанын сезінген бандиттердің бір бөлігі шетел асып, елден қашып жатса, басқа бір бөлігі жасап жатқан кәсібін заңдастырып, ресми түрде бизнесмен болып шыға келеді. Ал епті де пысықтылардың тағы бір бөлігі мемлекеттік қызметке ауысып, жаңа лауазымында халқына қызметін жалғастырады. Бірақ адам кәсібін ауыстырғанмен өзі толық өзгеріп кетпейді ғой. Сонау жас кезінде санасына сіңірген түсініктері мен әдеттерін жаңа өмірге ала келеді. Өкінішке орай, блатной мәдениет және одан туындайтын буллинг, дедовщина, бандитизм, жемқорлық секілді түрлі жақтары қаншалықты жағымсыз болғанмен, әлі де біздің қоғамда ұстанылып келеді. Себебі бригада, бумер, рекетир, слово пацана, сержан братан секілді сериалдарды шығаратындар саналы не бейсаналы түрде бандиттік өмір мен блатной романтиканы дәріптейді.
Бұл киноларда бандиттер ерлік, батылдық, мәрттік секілді жігіттер еліктейтін, ал қыздар қызығатын асыл қасиеттердің иесі ретінде көрсетіледі. Бұл алдамшы ойды шансон әндермен қырдым жойдым деген рэп шумақтарда күшейтеді. Сондықтан түрмеде ешқашан отырмаған, қылмыстық әлемге еш қатысы жоқ караокеда Владимирский Централ секілді шансон әндерін шырқап, черт, терпила, западлау деген сөздерді қолданып, өмір жайлы түсініктермен құндылықтары сәл өзгешелеу адамдарды жиі кездестіруге болады. Блатной мәдениет санамызға сіңіп кеткен соншалық күнделікті өмірімізде оны қолданып жүргенімізді де байқамай қаламыз. Мысалы 90 жылдары пайда болған бандиттердің комиссанттарды бопсалап, оларға крыша болу ұғымы енді мемлекеттік қызметке немесе ұлттық компанияға орналасқан адамның қызметі өсу үшін міндетті түрде крышасы болу керек дегенге ауысты. Сонымен блатной мәдениеттің шығу тарихымен бізге берген әсерін түсіндік. Меніңше, блатной мәдениеттің негізгі себебі мен проблемасы мынада. Адам баласы, әсіресе жастар, кез келген ортада беделді, сөзі өтімді болған қалайды. Және соған жету үшін өкінішке орай саналы не бейсаналы түрде құрмет, абырой сияқты түсініктерді бұрмалап дәріптейтін осы блатной құндылықтарға жүгінеді. Нәтижесінде сыпайылық, кішіпейілділік, мәдениеттілік деген түсініктерден жұрдай, дөрекі, қатыгез, өзін достойный жігіт деп ойлайтын адамдар қоғамда көп кездеседі. Ендеше блатной мәдениет бізге жаңа Қазақстанның саналы қоғамына керек пе? Одан да дәстүріміз бен дініміз дәріптейтін кішіпейілділік, адалдық, мейірімділік секілді құндылықтарымызды ұстанғанымыз әлдеқайда артық болар. Қалай ойлайсыздар? Менің блатной мәдениетке деген көзқарасымның қалыптасуына әсер еткен мына оқиғамен бөлісіп түйіндейін. 17 жасымда Алматыға оқуға түскенімде, жастық шағы 90 жылдарға түскен менен 20 жас үлкен ағам маған былай деп ақыл айтып еді. Өтірік бандит болмай, сабағыңды оқы. Біз сол кезде Алматыны шулатып едік, одан түк те шыққан жоқ. Ал кезінде біз адам құрлы көрмейтін оқымысты құрдастарымыз қазір үлкен лауазымды қызметте жүр деген еді. Уақыт өте келе ағамның кеңесі өте орынды әрі дұрыс болғанына көзім жетті. Ағама берген ақыл үшін алғыс айта отыра, қазіргі жастарды да осы кеңесті ұстануға шақырамын. Бүгінгі осы, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Контентіміз өтсе, ықыласты пікірлеріңізбен лайктарыңыздан бөлек, төмендегі Каспи Пэй сілтемесі арқылы бізді қаржылай қолдауларыңызға шақырамыз. Келесі көріскенше бар болыңыздар.